Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Жер бетінде осыдан 7 ғасыр бұрын өмір сүрген Тарағай Баһадүрдің баласы Әмір Темір ибн Тарағай Баһадүрдің есімі Әмірші Темір деген мағынаны білдіреді. Ол адамзат тарихына өз заманының шебер қолбасшысы ретінде енді. Бұған қоса ең қатыгез жаулаушы бейнесінде де белгілі. Түрлі елдер өз шежелерінде келер ұрпақ үшін оның өміріндегі оқиғалар туралы әңгімелерді сақтап келген. Алайда бүгінгі заманға жеткен бұл шежелердің барлығында Темір әртүрлі есімдерімен, дәлірек айтқанда лақап аттарымен аталады. Тамерлан, Темірлан, Ақсақ Темір. Ол 1336 жылы Кеш қаласында, қазіргі Шахрисабзда, Самарқанның оңтүстігінде орналасқан жерде дүниеге келген. 1370 жылы Мавераннахрды басып алып, 1405 жылға дейін 35 жыл билік құрған. Шайқастардың бірінде Темірдің 2 саусағы кесіліп, бір аяғы жаншылады. Аяғы өмір бойы сырқырап, ауырып, ақсақ болып қалған. Осы ерекшелігіне байланысты ұлы тұлғамыз кейіннен Ақсақ Темір немесе Парша Темірлен деп аталып кетеді. Өзінің сауаты жоқ бола тұра кітап әлеміне ілтипатымен қарады. Оқымысты адамдарды жанына жақын ұстады. Кітапты дауыстап оқыдың шеберлері Темірге көне еңбектерінің қалың томдарын оқып береді. Ал ол болса сағатта тыңдаудан жалықпайды. Темір басқарған мемлекеттің астанасы Самарқанд қаласы болды. Ол Самарқандтың өзі билік еткен уақытта сарайлар, мешіттер, кесенелер салдырып, сәулет өнерінің озық үлгісіне айналдырды. Әмір Темір өзі әмірші болған 35 жыл ішінде басқыншылық, тонаушылық соғыстары нәтижесінде Моғолстан, Ақ Орда, Хорезм, Каспий өңірі аймақтары, Иран, Ирак, Әзірбайжан, Грузия, Армения, Ауғанстан, Үндістан, Египет, Бағдад, Сирия енген орасан зор империя құрды. Қытайға жорыққа бара жатып 1405 жылы қайтыс болды. Қабірі Самарқандта. Қарабұлақ аудандық кітапханасы сіздерге белгілі жазушы Еркінбек Тұрысовтың Тамерлан деген романы ұсынады. Романда Әмір Темірдің өмірі мен заманы, жасанды жырақтары жайында кеңінен әңгімеленеді. Келіңіздер, оқыңыздар, біз сіздерді күтеміз.